менің босанғаныма 6 ай болды және мен соңғы бір айда минус 5 килограмм тастадым. И азу жайлы өте қатты инсайттар алдым. Себебі мен 5 ай бойы босанғанымнан кейін 5 ай бойы азу үстінде болдым, бірақ менде нәтиже 0 болды. И мен соңғы 6 айда осы процестің бәрін қосқан кезде мен өзім минус 5 килограмм тастадым. Ол қалай, қазір айтып беремін. Ең бірінші менің осы уақытқа дейін ойланып қате істеп келгенім, мен только азу керек деймін, азанда жаттығу жасаймын, обедте уже кешке срываться етемін, тамақ сондай жеп қоя саламын, немесе тәтті жеп қоя саламын, торт жеп қоя саламын деген сияқты сондай миыммен күресу болды. И мен өте краткосрочный, қысқа ойландым да, 5 килограмм тастап алсам все, 10 килограмм тастап алсам все, фигурам бір рет әдемі болсам болды. Мен одан кейін қайтадан бұрынғы өмірім сүріп кете беремін деп. Осы жерде қателік кетеді негізі. Біз долгосрочно ойлану керекпіз, чтобы жасымыз 50-ге, 60-қа барғанымызша өзімізді әдемі фигурада ұстап тұруға дейін ойлану керекпіз да. И мен сол кезде ожиданиямның бәрін алып тастадым. Тез арықтау керек деген бәріне стоп қойдым. Тек миыма спортқа заниматься ету и диета ұстау. Осы екі нәрсені жақсылап ұстадым. И сол кезде ғана мен білмеймін, салмаққа ондай қатып қалған жоқпын. Мен қашан ассам да маған бәрібір болды, бірақ мен сол процестің кайфына кірдім. То есть азында тұрам, мен сразу белок жеймін деген сияқты. И обедте мен всегда өзім тренировкама баруым керек деген сияқты, билеуім керек, чтобы салмақ тастау үшін. И менде кәдімгідей объем да кетті, но мен әлі тоқтап тұрған жоқпын. Менде әлі 5 килограмм артық салмақ бар. И мен соны бір тез асып кетуім керек емес. Мен ұзақ мерзімде жаймен өзімнің қалпыма келсем де, мен бұл диета мен спортты, то есть өмір бойы өзімнің өміріме енгізуге дайын болып, сондай шешімді қабылдаған кезімде менде сондай результаттар болып бастады. Поэтому долгосрочно ойлану керек екен да.